Күннің басты жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Сәлем достар, эфирде Бай Медиа, біз бастаймыз. Мыңдаған тұтқын бостандыққа шығуы мүмкін. Мәжіліс рақымшылық туралы заңды қабылдады. Рақымшылық аясында мына азаматтар жазадан босатылуы мүмкін. Жеңіл дәрежелі қылмыс жасағандар және орташа ауырлықтағы қылмыс жасағандар. Кімдерге рақымшылық жүрмейді? Аса қауіпті қылмыс жасағандарға, сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін сотталғандарға және зорлық-зомбылық, денсаулыққа қасақана зиян келтіру, мемлекеттік құпияны жариялау бойынша айыпталғандарға. Сонда қанша адам бостандыққа шықпақ? Барлығы 4000-нан астам адам бостандыққа шығуы мүмкін. Тағы 11000 адамға жаза мерзімі қысқартылуы мүмкін. Бүгінгі қабылдайтын заңымыз ең үлкен рақымшылдық актісі болып табылады. Қылмыстық саясат саласында институт World Prison Brief жылдық есебіне сәйкес арнайы 220 мемлекеттің рейтингісі жарияланған. Және сол рейтингісі сәйкес біз түрме халқы жағынан 222 мемлекеттің ішінде 51-ші орындамыз. Бұл жақсы ма? Жоқ, жаман ба? Рақымшылық жасау арқылы жылына шамамен 5 миллиард теңге үнемделеді екен. Қазақстан түрмелерінде қазір 30 мыңға жуық адам отыр. Голландияны алып қарасаңыз, халық саны Қазақстанмен теңдей. Алайда түрмедегілер саны оларда біздікінен 3,5 есеге аз. Ал олар бостандыққа шыққанда не болады дейді сарапшылар. 10 сотталушының 4-еуі босап шыққаннан кейінгі 3 жылда қайтадан түрмеге түсуге бейім екен. Түрмедегілердің өзінде болашаққа деген сенім жоғалып барады дейді сарапшылар. 4 жылда өз-өзіне қол жұмсағандардың 154 фактісі тіркелген. Ал психологтардың айтуынша адам 5 жыл қоғамнан оқшауланғаннан кейін әлеумет арасындағы тіршілік дағдыларынан айырыла бастайды екен. Өкініштісі бізде отырғандардың 40%-ы 2 немесе одан көп сотталғандар. Ашығын айтайық, бізде сыбайлас жемқорлық қылмыс деген бір дерт бар. Осылардың жағдайы не болады? Оларды біз осы рақымшылыққа жатқызамыз ба? Себебі жемқорлықтың өзі үлкен күшті болмайды. Аздап жемқорлық, толық жемқорлық деген тағы болмайды. Соның ішінде осы сыбайлас жемқорлық сипатындағы қылмыстың барлық санаттағы істері қолданылуға жатпайды. Қазіргі таңда бас бостандығынан айыру мекемелерінде 624 адам осы сыбайлас жемқорлық сипатындағы қылмыстар үшін сотталғандар отыр. Бұлардың ешқайсысына да рақымшылық заңының талаптары қолданылмайтын болады. Қазақстанда сотталған адамдарға жылына 55 миллиард теңге бюджеттен бөлінеді екен. Қазір еңбекке қабілетті 14 мың адам түрмеде. Оның тек 11 мыңы ғана жұмыспен қамтылған. Салыстыратын болсақ, ақш-та сотталғандар жыл сайын 530 миллион доллар табыс әкеледі. Мәжіліс депутаты Әділ Жұбанов өз сауалында самұрық-қазына қорын таратуды ұсынды. Сондай-ақ депутат активтерді бәсекелестік ортаға беру туралы ұсыныс жасады. Депутаттың мәліметінше, квази-мемлекеттік сектор мемлекеттік сатып алу шараларының 60%-ын бір көзден ғана өткізген. Соншалық асығыс қимылдайтындай қандай төтенше жағдай, ұрыс соғыс болып жатыр дейді депутат. Ол ұлттық холдингтің ашық еместігін және активтердің ешқашан бизнеспен айналыспаған, бірақ байыған адамдардың қолында шоғырланғандығын айтып отыр. Оның айтуынша, 2008 жылы Сингапурдағы Temasek Holding сияқты табысты шетелдік қордың үлгісімен құрылған самұрық-қазына бастапқыда стратегиялық антикризистік институт және ұзақ мерзімді экономикалық өсудің драйвер ретінде қарастырылған болатын. Ал қазір жағдай өзгеше. Однако на практике деятельность фонда... Алайда бүгінде қордың жұмысы күмән туғызып отыр. Бұл нарық қағидаттарына қайшы келетін жағдай. Мұндай тәжірибе сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін арттырып, монополияның қалыптасуына ықпал етеді. Депутат сондай-ақ қор активтерінің шамадан тыс бір жерде шоғырлануы және дер кезінде сыртқы аудиттің жүргізілмеуі басқарудағы стагнация мен тиімділіктің төмендеуіне әкеліп соққандығын айтты. Оның сөзінше, Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Кигок сынды ірі компаниялар қаржылық жағдайы нашарлаған, қарызы көбейген. Без устранения системных... Жүйелі басқару мен сатып алудағы теңгерімсіздікті жоймайынша, қор экономиканың қозғаушы емес, керісінше тежеуші күшіне айналады. Самұрық-қазына қоры мемлекеттен, яғни бюджеттен ақша алғанмен ел алдында есеп бермейді. Қызметкерлерінің жалақысы тым жоғары. Жыл сайынғы сыйақылары мен бонустары тағы бар. Шетелден қыруар ақшаға адам жалдайды. Мемлекеттің ақшасына өткізетін миллиардтық тендерлері де ашық емес. Бірақ қор өзіне бағынатын компанияларды оңайлықпен жекеге бергісі келмейтін сыңайды. Депутаттар қорға бағынатын алпауыт компаниялар туралы бұған дейін де бірнеше рет ұсыныс жасаған. Алайда үкіметтен нақты жауап болмағандықтан 14 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан самұрық-қазына тарқамай келеді.
Айта кететін жайт, самұрық қазына қоры 2008 жылы президент Назарбаевтың жарлығымен дүниеге келген болатын. Осымен бүгінгі жаңалықтарымыз тәмам. Арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңдар, достар.